күйлеріңіз қалай? Тамаша. Олай болса, бүгінгі сабағымызда бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлайтындай, бір-бірімізге жақсы тілек айтудан бастайық. Гүлсара. Кішкене қаттырақ айтамыз. Бүгін сауабын сәтті өтсін. Сауабында жақсы болар. Саған сәтті өтсін және жақсы көңіл күйің күшті болсын. Бүгінгі сабағым сәтті өтсін. Бүгін өте керемет болып тұрсын, сабағың сәтті өтсін. Senin de fotoğrafı var şu an. Senin için bugün de sabah satıyorsun. Bugün de sabah Қазір платформасы бойынша үш топқа бөліне қояды. Мына тізім бойынша орындарыңызға жайғасыңыздар. Қайсыларына топқа келеді? Бері қарай жақындап. Жақсы балалар, қышқылдық тұздар, екінші топ негіздік тұздар, үшінші топ орта тұздар. Бойынша сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап береміз. Суда ерімейтін негіздерге мысал келтір. Купрум OH2, феррум OH2, магний OH2. Жақсы, енді балалар, екінші сұрақ. Сілтілік ортада лакмустың түсі қалай өзгереді? Қыздырғанда айырылады. Қандай негіздер қыздырғанда айырылады? Суда ерімейтін. Сөндірілген әк формуласы. Кальций OH2. Негіздер дегеніміз не және олар қалай жіктеледі? Негіздер де құрамына бірнеше гидроскоптармен байланысты металл атомына кіретін заттарды айтады. Негіздер суда еритін және суда ерімейтін болып бөлінеді. Жарайсың, тұра ғой. Келесі. Суда еритін негіздерге мысал келтір. Айтамын. Дейті OH2, калий OH, натрий OH. Тұра ғой. Өте жақсы, жарайсың. Келесі сұрақ. Калий OH. Жарайсың. Тұра ғой, әмірін алып келіпсіздер. Енді біз болжау әдісі деп аталады. Сіздердің алдарыңызда суреттер тұр, солай ма? Ненің суреті? Жақсы. Мынау кәдімгі жақсы. Ас тұзы туралы, жалпы тұздар туралы не білесіздер? Ас тұзы суда ериді және оның түсі ақ. Және де оны біз күнделікті өмірде қолданамыз. Жарайсың, отыра ғой. Тағы не білеміз тұздар туралы? Әртүрлі тұздарда әртүрлі түстер болады. Жақсы, жарайсың. Негіздердің сүттер тұзына жатады. Жарайсың. Жақсы. Биорганикалық қосылыстар класына жатады екен, енді балалар, қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не туралы? Тұздар туралы сіздер көптеген мәліметтерді біліп отырсыздар, осыған дейін. Ал енді бүгінгі сабақта тұздар туралы не үйреніп жүргіңіз келеді, не білгіңіз келеді?
Қасиеттері. Қасиеттері тұздардың. Жіктелуі мен Жіктелуі, қолдануы, иә? Құрамы. Иә, құрамы. Жақсы. Олай болса, балалар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұздар жазайық. Дәптерімізді ашамыз. Сәйкес реакция теңдеулерін құрастыру, тұздардың қасиеттерін, жіктелуін білу және түсіну, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру. Енді бүгінгі сабағымызды түсіну мақсатында кішкене видео түсірілімге тоқталайық. Металл атомы мен қышқыл қалдығынан тұратын күрделі биорганикалық қосылыстар болып табылады. Мысал келтірейік. Натрий хлориді. Натрий бұл металл атомы, яғни бірінші топтың сілтілік металы. Ал қышқыл қалдығы хлор. Металл мен бейметалдың қосылуы нәтижесінде тұздар түзеді. Жалпы тұздар 3 топқа жіктеледі. Орта тұздар, негіздік тұздар және қышқыл тұздар. Орта тұздар дегеніміз қышқыл құрамындағы барлық сутек атомы металл атомына алмасқанда пайда болады. Мысалы, натрий 2 CO3, калий 3 PO4, магний SO4. Негіздік тұздар дегеніміз құрамына гидроксил тобы енгенде пайда болады. Мысалы, магний OH хлор, алюминий OH2 хлор. Қышқыл тұздар сутек атомдары металл атомдарымен біртіндеп алмасқанда пайда болады. Мысалы, натрий HCO3, калий 2 HPO4. Ал енді оқушылар тұздардың химиялық қасиеттерін көрсететін сызба құрастырамыз. Егер тұз бен белсенділігі жоғары металл реакцияға түскенде, реакция нәтижесінде жаңа тұз және жаңа металл бөлінеді. Тұз егер қышқылмен реакцияға түскенде, реакция нәтижесінде жаңа тұз және жаңа қышқыл пайда болады. Егер тұз бен негіз реакцияға түскенде, жаңа тұз және жаңа негіз пайда болады. Егер екі тұз реакцияға түскенде, екі жаңа тұз пайда болады. Ал енді балалар, тұздар туралы келесі бейне көрсетілімге назар аударыңыздар. Магний карбонатын қыздырғанда не болатынын қарастырайық. Магний карбонатының аздаған мөлшерін сынауыққа салып, аузын газ өткізетін түтікшесі бар тығынмен жабамыз. Газ өткізетін түтікшенің екінші ұшын әксуына, яғни кальций гидроксидінің қаныққан ертінісіне саламыз. Сынауықты жанарғының жалынында қыздырамыз. Аздаған уақыттан соң біз газ өткізетін түтікшеден шығып жатқан газ көпіршіктерін көреміз. Дәл осы уақытта әксуының лайлануын байқауға болады. Бұл реакцияның газ күйіндегі өнімі көмір қышқыл газ екенін көрсетеді. Ол кальций гидроксидімен әрекеттесіп, ерімейтін тұнба кальций карбонатын түзеді. Қыздырылғаннан кейін сынауықта ағзат қалады. Егер оған су қоссақ, түзілген ертінді индикатор қағазын көк түске бояйды. Магний карбонатының ыдырауы нәтижесінде түзілетін өзге өнім магний оксиді. Ол сумен әрекеттесіп, негіз магний гидроксидін түзеді. Металл атомынан және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар.
неден тұрады екен құрамы тұздардың? Металлардан және қышқыл қалдығынан тұрады. Мысалы, натрий, хлор. Натрий 2SO4. Енді осы үш тұздың құрамында да не тұр? Натрий, барий. Бұлар қандай элементтер? Металдар. Хлор, SO4, қышқыл қалдық. Олай болса металдардан тұрады екен, және қышқыл қалдықтарынан тұрады екен тұздардың құрамы. Енді балалар, тұздар туралы біз жаңа видео сабақтан түсіндік. Тұздардың, яғни үш топқа жіктелетінін білдік, солай ма? Қалыпты тұздар, орта тұздар және қышқылдық тұздар болып бөлінеді екен. Енді біз осы жалпы тұздардың алыну әдістеріне тоқтала кететін болсақ, жалпы тұздардың физикалық қасиеттеріне тоқталып өттік қой жаңа. Физикалық қасиеттер жағынан тұздар суда жақсы келеді, түстері әртүрлі. Көріп отырсыздар ғой, мынау сульфаты, калий хлориді және аммоний хлориді тұздардың түсі әртүрлі. Көпшілігі қатты кристалды заттар болып табылады. Балалар, сабақ түсінікті болса, үш топқа бөліндік, топпен жұмыс жасаймыз. Бірінші тапсырма, яғни топтық жұмыс. Біз үш топқа жіктелдік, бөліндік қой, қышқылдық тұздар, негіздік тұздар және орта тұздар деп бөліндік. Енді бірінші топтың тапсырмасы тұздардың құрамы мен жіктелуі, алынуы. Екінші топ тұздардың физикалық қасиеті, физикалық химиялық қасиеті. Үшінші тұздардың неғылуы, қолдануы. Олай болса, сіздер топпен жұмыс жасайсыздар және постер қорғайсыздар және біріңізді бағалайсыздар. Үш топ тапсырмаларын алыңыздар. Бағалау парақшасын таратам. Сабақ процесі кезінде өздеріңіздің әр тапсырма бойынша алған ұпайларыңызды өздеріңіз бағалап отырасыздар. Сабақтың соңына дейін.
3-ші топ. Дайынбыз. Аха, жарайсыз. Және бір-бірімізді бағалаймыз. Әр топ бір-бірін бағалайды. Сізге берілген тапсырманың тақырыбы тұздардың алынуы, құрамы және жіктелуі. Жалпы тұздар дегеніміз металл атомы мен қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар. Қышқылдық тұздарды 2-3 негізді қышқылдар түзеді. Негізгі 3 валентті металлдардың гидроксидіне түседі. Тұздар деген 3 топқа жіктеледі. Біріншісі орта тұздар, негізгі тұздар, қышқыл тұздар. Негізгі тұздар құрамына қарай металл атомы және гидроксил, OH гидроксил болып бөлінеді. Тұздарды алудың 10 әдісі бар. Қағазды бақат сүртіреді. Әрекеттескенде тұз түзіледі. Тұз мен су түзіледі. Жарайсыз. Келесі. Қандай дәсін? Тұз бен тұз әрекеттескенде. Қосу бар. Сіздер бір шетке тұрыңдар балалар. Натрий солты. Натрий, барий, хлор. Теңдеу теңестіңіз, иә? Натрий алынады. Тұздар құрамының алыну жолына қарай әртүрлі болып келеді. Тұздар өмірде әртүрлі салаларда кездеседі. Сондықтан тұздарды білу пайдалы әрі қажет. Назарларыңызға рахмет. Екінші топ. Бізге берілген тапсырма бұл тұздардың физикалық және химиялық қасиеті. Бұл физикалық қасиеті олар тұздар әртүрлі болғандықтан олар әртүрлі түстерде келеді. Және де тұздардың әртүрлі ерігіштігіне байланысты олар жақсы еритін, аз еритін және ерімейтін болып бөлінеді. Жақсы еретіндерге калий мен натрийдің барлық тұздары және де азот қышқылының барлығы олар нитраттар және тұз қышқылдарының тұздары хлоридтер болып келеді. Және олардың химиялық қасиеттері олармен әрекеттесуі. Мысалға, мыс сульфаты мен натрий гидроксиді әрекеттескенде мыс гидроксиді мен натрий сульфаты түзіледі. Және де екінші қасиеті тұздардың сүзгілермен алмасу реакциясы түзілуі. Олар мысалы барий сульфаты мен калий карбонаты әрекеттескенде барий карбонаты мен калий гидроксиді түзіледі. Және де тұздардың қышқылдармен әрекеттескен кезде олар су немесе тұнба сумен газ бен су және тұнбамен теңселуі керек. Және де төртінші қасиеті тұз бен тұздың әрекеттесуі. Мысалы, күміс нитраты мен калий хлориді әрекеттескен кезде күміс хлориді мен калий нитраты түзіледі. Және де бесінші тұздардың термиялық айырылуы. Олар қыздырылғанда айырылатын элементтер. Мысалы, калий пермангаметі айырылған кезде пермангаматы, айырылған кезде калий манганаты түзіледі. Және де марганец оксиді мен оттек түзіледі. Жарайсыздар. Біздің тақырыбымыз тұздардың қолданылуы. Аз тұзды күнделікті өмірде тағамдарға қолданылады. Және натрий нитритті ол еттің дәмін сақтау үшін және түсін сақтау үшін қолданылады.
медицинада натрий хлориді ерітінді дәрі-дәрмекпен қолданылған. Ауыл шаруашылығында күнделікті қолданылатын тұздар калий тұздары, тыңайтқыш ретінде өсімдіктерді жақсы өсіру үшін қолданылады, және аммоний тұздары тыңайтқыш ретінде азотты қолданылады. Суды тазарту үшін алюминий сульфаттарды суларды, лайларды тұтындыру үшін қолданылған. Күнделікті осы тұздар қолданылады. Негіз бағалар, бірінші топ, екінші топты қалай бағалаймыз? Екі топта өз тақырыптарын жақсы анық жеткізе алды, және екі топтада топтық ұйымшылдық деп аталады. Және көнекілерді орында қолданылған Бізге түсінікті болды. Келесі жұмыстарымызға жасайды. Үшінші бағалар. Деп бағалайды. Жақсы. Екінші топ. Бізге екі топтың да жұмыстары ұнады. Барлығы өзінің постерлерін жақсы қорғап, әдемі дизайнда әкелді. Маған бірінші топтың ауызбіршілігі және барлығы қатысқаны ұнады, және екінші топтың қысқашылығы және нақтылығы ұнады. Сіздердің жұмыстарыңызға рахмет. Сіздерді өте жақсы бағалаймын. Үшінші топ. Бізге екі топтың да ұйымшылдықтары мен ауызбіршіліктері ұнады. Толықты да қағаздарын толық безендіріп істегеніме ұнады. Біз оларды да екі топты да бөлмей жармай, екі топты жақсы деп ойлаймын. Жақсы. Тәжірибе, тұздардың қасиеттері және алынуы, қажетті реактивтер мен құрал жабдықтар, сынауытқа, тұйғы, қамшылу, мыс сульфаты, натрий гидроксиді, барий хлориді және күкірт қышқылы берілген. Жұмыс барысы, бірінші тәжірибе, тұздардың сілтілермен әрекеттесуі. Мыс сульфаты ерітіндісіне натрий гидроксидінің 1-2 мм ерітіндісін қосыңдар. Екінші тәжірибе, тұздардың тұздармен әрекеттесуі. Барий хлоридіне 1-2 тамшы күкірт қышқылы ерітіндісін тамызыңдар. Тәжірибеде бақылағандарыңды және реакция теңдеулерін кестеге жазыңдар. Қауіпсіздік ережесін неғылу керек? Сақтау керек. Дескриптор, яғни тұздардың сілтілермен әрекеттесуін түсіндіріп, реакция теңдеуін жазады 2 балл. Тұздармен әрекеттесуін түсіндіріп, реакция теңдеуін жазады 2 балл. Яғни жалпы балл неше? 4 ұпай жинайсыздар. Қауіпсіздік, біздердің жалпы қауіпсіздік техникасы ережесін сақтаймыз балалар. Сіздерге зертханалық жұмыс бойынша толтырасыздар. Нұсқау карта. Орындайсыздар. Мұнда бірінші тәжірибе, екінші тәжірибеде не істейсіз? Түгел көрсетілген. Кесте бар. Мына жерде кестеде тәжірибе, берілген заттар, реакция белгілері, реакция теңдеулері. Содан кейін төменгі жағына не жазасыздар? Қорытынды жазасыздар. Ал енді бірінші тәжірибеден бастаймыз. Сульфаты және натрий гидроксиді ерітіндісі аламыз.
Зертхана жұмысты аяқтадыңыздар ма? Енді біріңізбен біріңіз алмасасыңыз. Келесі тапсырма, екінші тапсырма, жеке жұмыс. Оқулықты ашамыз. Оқулықты ашамыз. беттегі бірінші есеп. Алюминий бромидін алу үшін массасы 2,7 грамм алюминий мен бромды элементтерді түзілген судың массасын есептеңіздер. Бізде есептің шарты бойынша не белгілі? 2,7 грамм, яғни масса белгілі. Түзілген тұздың массасын не қыламыз? Есептейміз. Түзілген тұздың массасын анықтаймыз 1 балл. Түзілген тұздың массасын анықтаймыз 1 балл, жалпы балл 2. Бағалау парақшасына белгілеп отырамыз. Балалар есеп шығарамыз. Берілген жазыңыздар. Есептің шарты жазылу керек. Массасын балл керек. Реакция теңдеуін жазамыз бірінші. Реакция теңдеуін жазамыз. Балалар, менің өзімнің авторлық бағдарлама ұлттық бірыңғай тестілеу есептері деп аталады. Осы бізде химияда жалпы қиналамыз ғой есептер шығаруда. Осы есептер шығарудың тәсілдері көрсетілген бұл сабақта. Осы массаға байланысты, яғни есептер бар. Осыдан алынды. Жазамыз. Жақсы. Кім дайын? Шықты ма? Кімдер шығарды? Кімдер шығарды? Жақсы. Таусар келеу. Жасалды. Реакция теңдеуін жүрсің? Магний қосу, тақтадағы бірінші шығарамыз, я? Магний О қосу, H-хлор жазыңыз бәріміз. Магний О, H-хлор. Реакция теңдеуін жүр олмайды. Әуелі есептің шартын жазу керекпіз. Олимпиадаға барып атсаңдар, физикада, химияда есептің шарты жазылмаса, 1 ұпайын алыпсыздар. Реакция теңдеуін бір қатарға жазалы. Мына қатарға жаз, реакция теңдеуін. Бір қатарға жаз. Магний оксидінің салыстырмалы молекулалық массасын есептейміз, иә? Магний 24.
Жауабы неше грамм екен? 17,7. Жақсы. Есептің шығару жолы қалай шығады? Не беріледі бізге есеп? Және магний хлоридінің массасын анықтау үшін мен Бірінші реакция реакция теңдеуі. теңдеуі Сосын және магний оксидінің магний хлоридінің маляр массасы салыстырмалы массаларын таптым және де формуласын. және пропорция бойынша өте жақсы жарайсың. Тапсыр отырағы. Үшінші тапсырма. Тыңдаймыз. Мәтін берілген бізге ас тұзына байланысты. Ас тұзы адам ағзасына қажетті тұз. Ол тамақ өнеркәсібінде, тері өңдеу, медицина саласында кеңінен қолданылады. Дегенмен, судың құрамында тұздың көп болуы құбырларды бітеп, құрылғылардың жарамсыз болуына әкеледі. Сондықтан тұзды суды жұмсарту үшін арнайы әдістер қолданылады. Тапсырма. Ас тұзына анықтама береді. Тұздың адамға пайдасы мен зиянын салыстырады. 1 балл. Натрий хлоридін алу реакция теңдеуін жасады. 1 балл. Жалпы балл неше? 2 балл. Жақсы. Бірінші сұрақ. Мәтінмен таныстыңыздар ғой? Иә? Бірінші сұрақ. Ас тұзына қандай анықтама берер едіңіз? Анықтамасы қандай? Иә? Қандай? Металл атомы мен қышқыл қалдықтардан тұратын күрделі заттар деп аталады. Өте жақсы жарайсың. Тұздың адамға пайдасы мен зиянын салыстыр. Тұздың адамға пайдасы мен зияны: тұздар зат алмасу процесіне қатысады. Тірі организмдердің жасуша сұйығында жеке бұлшықет пен сүйек ұлпаларының құрамына кіреді. Ол пайдасы ма? Біріншісі Пайдасы. Зияны қандай? тірі организмдердің жасуша сұйығында жеке бұлшықет пен сүйек ұлпаларының құрамына кіреді. Ол зиянына жата ма балалар? Тұздың көп қолданылуының артериялы қан қысымының көтерілуінің себебі бар. Дұрыс айтасың, жарайсың. Жақсы. Келесі сұрақ. Ас тұзын алудың реакция теңдеуін жазу. Жақсы, келе ғой. Соткілерін шығарып тұрмын. Теңестірудің қажеті бар ма? Жоқ. Жарайсың, отыра ғой. Енді балалар, 4-ші тапсырма. Workflow платформасы арқылы өз білімдерін тексеру. Ұялы телефондарыңызды ашыңыздар. Сіздерге сілтеме жібердім. Сол сілтемеге кіріп тапсырмаларды орындайсыздар. Тапсырманы орындап болдық қой. Жақсы, кім неше ұпай жинады? 9, 10, 8, 7. Жарайсыздар. Ал енді балалар, сабағымыз не туралы болды? Жақсы. Тұздар дегеніміз не екен? Металл атомы мен қышқыл қалдықтардан тұрады. Тұздар неше топқа жіктеледі екен? 3 топқа. Қандай? Қышқылдық, негізі және орта тұздар болып келеді. Жақсы. Тұздарды алудың неше түрлі
әдісі тәсілі бар екен? 10 түрлі алу әдісі бар екен. Тұздар не үшін қолданылады екен? Медицинада, тағамда. Жақсы. Күнделікті өмірде қолданамыз. Олай ма? Жақсы балалар, бүгінгі сабақтан алған әсерлерін айтамын. Бүгінгі сабақтан өте керемет әсер алдым. Тұздар туралы көптеген ақпарат алдым. Жарайсың. Бүгін тұздар өте күшті болды. 8 алдым. 8 болды. Бағын айтамын. Жақсы. Бағалау парақшасы бойынша ұпайларыңызды айтып тұрсыздар ғой, Так, жақсы. Неше ұпай жинадың? Бүгінгі сабақта. Жақсы. Бүгінгі сабақтан әсерің қалай? Бүгінгі сабақта бүгінгі сабақ жақсы өтті деген әсердемін. Себебі үш топтың да осындай ауызбіршілігі бар, ұйымшылдығы ұнады. Тұздардың құрамында нелер бар және олардың қасиеттері туралы көп ақпарат бердім. Маған осы біздің басымыз қосылып, осындай ауызбіршілікпен ұйымшылдықта жұмыс жасаған маған. Өте жақсы. Мен үшін бүгінгі сабақта жаңа ақпараттарды сабақ өткеніміз қызықты болды. Сабақтан алған балым 10-9. Өте жақсы, жарайсың. Тағы. Бүгінгі сабақ қызықты өтті, және де бүгін мен 7 алдым. Сегізінші сабақтың қызықты болды. Қыздар бүгін қыздарды көбінесе білетін нәрсе болды. Жақсы, балалар. Олай болса, не берілді? Стикер берілді. Сол стикерлер бүгінгі сабақта банкомат әдісі бойынша бағалаймыз. Өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді жалпы сабаққа кері байланыстырыңыз. Түсіндім. Бәрін түсіндім. Басқаларға көмектесе аламын. Сабақты толық түсінген жоқпын. Бүгінгі сабақта қиындықтар болды. Көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге көп рахмет. Сабаққа жақсы белсенді қатыстыңыздар. Бүгінгі сабақта өте жақсы Ұлдана, Ұлдай, Элдар, Кәусар, Гүлден, Гүлфара, Амир, қалған балалар сіздерде тиісті ұпайларыңызды қойдым. 8 ұпай, Марғұлан, Камила 8 ұпай, Тәлі. Мына жерде ұпайларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.